Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет ресторандық салаттың рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоны аяқтайын көріңіздер. Ең алдымен бізге қажетті қара бұрыш, қызыл паприка, тұз, аджика, кетчуп болмаса томат пастасы. Барлығы жарты шай қасықтан. Бұл бізде маринад. Жақсылап араластырамыз. Және қажет болады тауық еті. Тауық етін осы маринадпен жасаймыз. Кейін осы тауық етін пергаменттік қағазға орап, 180 градуста 50 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін пергаменттік қағазды алып тастау қажет. Бізге жарты қызыл пияз қажет, оны полукольца қылып тураймыз. Помидор черри болмаса, кішігірім помидорды қолдансаңыз болады. Салатные листья. Салатқа арналған заправканы міндетті түрде рецептін сілтемеде болмаса жоғары жақта рекомендацияда қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмі керемет шығады. Салатымызды жинаймыз. Оған дейін міне тауық еті де дайын болды. Оны да дөңгелектеп тураймыз. Салатты міндетті түрде дастарханға қояр алдында ғана заправлять етіңіз. Себебі оған дейін жасап қойсаңыз, жасыл салатный листья бұзылып кетеді. Және келесі бізге моцарелла қажет. Бұның жартысы ғана жеткілікті. Міне осындай керемет заправка, дәмі өте керемет, пикантный болып шыққан. Рецептін сілтемеде, описанияда және міне жоғары жақта қалдырдым. Міндетті түрде өтіп жасап көріңіздер. Төрт үлкен қасық соус жеткілікті болды. Қолмен араластырған дұрысырақ. Ал енді салатымызды жинаймыз. Жинап болғаннан кейін темный бальзамический креммен әдемілеп жасап шығамыз. Мінекей біздің заманауи салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.